ғалым. Мұхтар Әуезовтің есімі ерекше аталуы тиіс. Болашақ жазушы бала кезінен ұлы жерлесі Абай Құнанбаевтың өлеңдерінің қуатын бойына сіңірген. Абай өлеңдері бала жүрегіне таза ой мен сезімін оятты. Оқуға ынтызар және жақын туысы Қасымның қолдауымен бозбала 20 ғасырдың басында зайырлы оқу орнына түседі. Ол вақытта бұл ерлік болып есептелетін. Өзінің естелігінде Мұхтар Әуезов семинарияда оқып жүріп, кезінде ауыл мұғалімі болуды армандағанын жазады. Бірақ біз өмір оның қызметінің мүмкіншілігін кеңейткенін білеміз. Жазушының саналы өмірі оқу орнымен байланысты. Ол мұнда білім алды. Зейіні мен білімі арқасында оқытушылар мен семинарист жолдастарының таңдасы мен құрметіне ие болды. Бұл жөнінде колледждегі Мұхтар Әуезов музейіндегі архив материалдары куәландырады. Орыс тілі мен әдебиет мұғалімі Василий Попов естелігінен. Қазіргіде үлкен класс бөлмесін елестетемін. Парталар 3 қатарға қойылған. Он жақта бірінші 2 орындық партада 18 жасар тұрыппатты әрі сұлу бозбала отыр. Қазақ. Ол Мұхтар Әуезов болатын. Әрқашан байсалды, сыпайы, оқытушылар мен жолдастарының қарым-қатынасына ұстамды, әдепті, сыныбында ерекше көрінетін, және курстастары арасында беделге ие болатын. Мұхтар Әуезовтың алғашқы әдеби еңбектері пьесалар, қысқа хикаялар, өлеңдер мен мақалалар семинарияда оқып жүрген уақытында жарық көрді. 1917 жылы өзінің еңлік кебек классикалық шығармасын жазған болатын. Бұл бір формация басқалардың орнын басып, барлығы ұлы өзгерістерді сезіне өмір сүретін. Жас жігіт Семей оқытушылар семинариясының студенті жүрегінде терең әсер қалдырды. Бірнеше жылдан кейін Мұхтар Әуезов бұнда қайтып оралды. 1924-1925 жылы Семейде кадрлар жетіспеуінен Әуезовке Ташкенттегі оқуын 1,5 жылға тоқтатуға тура келді. Семейдегі педагогикалық училищесіне қайтып келіп оқытумен айналысады. Қазіргі студенттер буыны қазақ әдебиетінің классигі есімімен байланысты